Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қоз құйрық деп аталатын печеньенің жасал жолын ұсынатын боламын. Осындай ерекше печеньені баклажканың көмегімен дайындайды. Әрбір үйде бұл зат бар деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арнаға тіркеліп қойыңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы еріп тұрған 80 грамм сары майымызды жұп-жұмсақ сары майымызға 70 грамм қант қосамыз. Немесе қант ұнтағын да қосуға болады. Осы екеуін жақсылап араластырып аламыз, кішкене қантымыз ерігенше. Одан кейін бір жұмыртқаны қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін 90 грамм жүгері крахмалын қосатын боламыз. Жүгері крахмалы бізде печеньенің жаңағы жұп-жұмсақ болып пісуіне көмектеседі, және шым-шым тұз, 10 грамм қамыр қопсытқыш, және де 150 грамм ұнымызды қосамыз. Онды міндетті түрде електен өткізіп қосатын боламыз. Барлық дайын заттарды жақсылап араластырып, алдымен шанышқының көмегімен араластырып, одан кейін жаңағы қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, майда болып шығады. Енді осы дайын болған қамырларымызды таразының көмегімен 30 грамм мөлшерінде бірнеше бөліктерге бөліп, домалақ жаңағы шарик етіп дайындап аламыз. Және де противеньге салған кезде арасын ашып қоямыз печеньеларымыздың. Себебі жаңағы баклажкамен басу барысында және де пісу барысында кішкене үлкейетін болады. 10 грамм какаомызға жаңағы баклажкамыздың басын осылай малып алып, жаңағы печеньеларымыздың үстінен басамыз. Сонда осылай саңырауқұлаққа ұқсас өте әдемі печеньеларымыз шығады. 180 Цельсий градуста 15 минут қана тез піседі. Қатты қызарып піспейді, кішкене ақшылдау болып піседі. Сондықтан 15 минут көлемінде пісірсеңіздер жеткілікті. Дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балаларыңызға осындай печеньеларды бір рет болсын жасап берсеңіздер, өте қатты қуанатын болады. Сондықтан да дайындап беруге кеңес беремін. Өте нәзік, сондай үгілмелі печеньелар. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын. Арнадағы барлық рецепттерді қарай жүріңіздер.